Жұмаққа лайық адам. Алла елшісі бір күні мешітте отырған уақытында сахабаларына айтады: қазір мына есіктен жұмаққа лайық адам кіреді дейді. Сахабалардың назары баршасының есікке ауады. Сонда қолында аяқ киімі, сақалынан дәрет суы тамшылап бір сахаба кіріп келеді. Оны көрген Абдулла ибн Амр бин Ас бұл жаннатпен сүйіншілеген әлгі кісіні сылтауратып, бір не себепті жаннатпен сүйіншіледі екен деген қызығушылық ода оянып, жаңағы сахабаның үйіне сылтауратып барып, 3 күн соның үйінде жаңағыдай оны бақылайды. Сонда жұмаққа лайық амалдардан ешқайсысын байқамаған, бірақ бізден артық ешқандай, яғни жасап атқан артық бір несі жоқ, құлшылығын байқамайды. Сөйтіп шыдай алмай 3-ші күні әлгі сахабадан сұрайды: пайғамбарымыз сені жұмаққа лайық адам деп сүйіншілеген еді. 3 күннен бері сенің бойыңнан бізде жоқ бір ерекше қасиетті байқамадым. Қане айтшы, пайғамбар сені жұмақпен сүйіншілетіндей, біз білмейтін сенде қандай қасиет бар дейді. Сонда әлгі сахаба айтады: менен не көрсең, мен сондаймын. Тек басымды жастыққа қоймастан бұрын, яғни дұға жасаймын дейді. Я Алла тағала, бүгін мені кім ренжіткен болса, көңіліме біреу қаяу салған болса, солардың барлығын кешірдім деп, жүрегімдегі барлық реніш пен өкпені, ашу мен ызадан тазарып барып жатамын дейді деген екен. Мұны естіген Амр бин Ас: осы ғой біздің жасай алмай жүрген амалымыз, осы ғой деп, дереу пайғамбарымызға осыны жеткізеді. Міне бұдан ұққанымыз, міне әлгі сахаба, яғни артық бір ешқандай бір түнімен тұрып намаз оқымайды, күні бойы ораза ұстамайды, бірақ тек қана түнде жататын уақытта барлық реніш өкпені, барлық кім мені өпкелеткен болса, ренжіткен болса, ақым болса, бәрін кештім деп тап-таза жүрекпен жатады екен. Міне осы себепті оны жаннатқа лайықты адам деп пайғамбарымыз сүйіншілеген екен. Баршамызға осындай таза жүректі нәсіп етсін.